Курстың екінші модуліне қош келдіңіздер. Киберқауіптер және оларды болдырмау әдістері. Цифрлық орта бұл жаңа мүмкіндіктермен қатар нақты қауіптер де бар кеңістік. Әсіресе мектептер мен жоғары оқу орындары үшін мұнда күн сайын мыңдаған деректер өңделеді. Бүгінгі таңда қандай қауіптер өзекті? Біріншіден, фишинг. Бұл ресми болып көрінетін, бірақ сіздің логин, құпия сөз немесе банк деректеріңізді ұрлау мақсатында жіберілген хабарламалар. Екіншіден, зиянды бағдарламалар. Олар компьютерге қол жеткізуді бұғаттай алады. Пайдаланушы әрекеттерін бақылап, немесе маңызды файлдарды жоя алады. Сондай-ақ, жеке деректердің таралуы үлкен қауіп. Оқушылар мен мұғалімдердің аты жөні, мекен-жайы, бағалары, фотолары мұның бәрі шабуылдаушылар үшін құнды ақпарат. Қалай қорғануға болады? Бағдарламалық жасақтаманы және антивирусты үнемі жаңарту маңызды қадам. Бірақ мынаны ұмытпау керек. Егер ішіндегі адам оқытылмаған болса, ең сенімді жүйе де осал болады. Сондықтан, тәуекелдерді басқару жүйелі жұмыс болуы тиіс. Қауіптерді бағалау, осал тұстарды анықтау, қызметкерлерді оқыту, нақты нұсқаулықтар жасау және қорғау деңгейін жүйелі тексеру. Бұл модульде біз нақты жағдайларды талдаймыз және солар арқылы қорғану әдістерін үйренеміз. Мысалы, мұғалім әкімшіліктен келгенде болып көрінген хатқа сеніп, құпия ақпаратты берген, немесе оқушылар ортақ құпия сөз арқылы басқа күнделіктерге кіріп кеткен. Бұл ойдан шығарылған емес, қазақстандық мектептер және жоғары оқу орындарынан алынған нақты жағдайлар. Бұдан біз өз қателіктерімізден емес, басқалардың тәжірибесінен үйренеміз. Бұл қауіпсіздік мәселесінде өте маңызды.